Ықылым заманда бір елдің халқы бүгінгі Ирандағыдай қатты толқиды. Жасы бар, жасамысы бар, бәрі алаңға жиналып билеушінің сарайына қарай ағыла бастайды. Әділет сұрады. Сарайдың алдына келген жұрт билеушінің шығуын талап етеді. Халық қаласа хан түйесін сояды деген, билеуші ашынған халықтың алдына өзі шығады. Уа халқым, мен сендердің ашуларыңды түсінемін. Қазір кімнің жаны тыныш, кімнің көңілі тоқ дейсіңдер. Талаптарың орынды. Бірақ бір ғана шартым бар. Сол шарт орындалса, билікті өз қолдарыңа тапсырамын деді. Жұрт елең ете қалады. Мынау сарай алдындағы үлкен хауызды көріп тұрсыңдар ма? Оны түгел босатып, үстін матамен жауып қоямыз. Түн қараңғылығында бір-бірден келіп, әрқайсың бір-бір шелектен сүт құясыңдар. Егер таңертең хауыз толы сүт болса, өздерің қалаған билеушіні сайлаңдар. Мен биліктен кетемін дейді. Халық келіседі. Түн қараңғылығы қоюлана түскен шақта мыңдаған адам бір-бір шелек сүттерін көтеріп сарайға қарай ағыла бастайды. Әркімнің ішінде бір ғана ой. Мен құйған бір шелек су мыңдаған сүттің арасынан байқала қоймас. Таң атады. Билеуші хауыздың бетіндегі матаны ақырын ашады. Хауыз іші мөп-мөлдір суға толы. Сонда билеуші ауыр күрсініп, жиналған халыққа қарап, көрдіңдер ме? Мен сендер ойлағандай жаман билеуші емеспін. Сендер қандай болсаңдар, солай басқарыласыңдар деген екен. Сол күні халық үнсіз тарқады. Өйткені шындықты айқаймен емес, айнамен көрген еді.